Құлыншағым, ақылдым. Ал, келдік. Ал. Қалай? Кешіккен жоқпыз ба? Сіздер 8 секундқа кешіктіңіздер. 8? Құлыншағым, ренжімеші енді. Енді кешікпейтін боламыз. Кешікпейміз. Мен сіздерді шақырған себебім, мен сіздердің ертегі айту тәсілдеріңізден жалықтым. Мен ұйықтамаймын. Апыр-ай. Құлыншағым, сонда қалай болғаны? Құлыншағым менің, ақ ботам менің. Тыңда мені, қараш мені. Мен саған дүкенде жаңа ертегі кітап сатып әкелдім. Осы күнге дейін мен естімеген ертегі қалмады. Құлыным-ау, бұл кітап жаңа заманға лайықталып жазылған ертегілер. Жаңа заман дейсіздер ме? Жаңа әдіс, жаңа бағыт. Жансаяның атасы ертегіні реп түрінде айтады. Ал Әселдің әжесі эстрадалық әнмен айтады. Апыр-ай. Ал сіздер ештеңе де айта алмайсыздар. Қап. Енді қайттық. Енді не істейміз? Сондықтан да жаңа әдіс ойлап табыңыздар. Жаңа бағытта болсын. Мен кеттім. Ойланыңыздар. Қап. Атасы, Енді қайттық. не істейміз енді? Апыр-ай, сені осы ән айтушы едің ғой, ән айтып көрсең қайтеді. Ана Әселдің әжесіндей дауыс болмаған соң болмайды ғой. Ай, бірақ сенің де даусың жоқ. Қайда? Қыл дауыс қалды ғой. Таптым. Былай істейік. Мысара, реп түрінде айтайық. Ой, қойшы. Онда жаңағы әлгі Жансаяның атасын қайталап кетпейсің ба? Солай екен-ау айтпақшы. Солай екен-ау. Таптым кемпірті. Тағы не таптың? Ой, анау ғаламтордан қарау керек. Бар, алып кел. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Тез алып кел. Ата, әже, ертегі тыңдауға дайынмын. Осымен бітті. Қалай, саған ұнады ма күнім? Я, ертегі де болсын ай. Ал ертең сұлу ханшай мен құбыжық ертегісін дәл осылай көрсетесіздер.